Ағайын, мынада ескі лайттардың бәрін құнын түсіріп тастады ғой, бұяқта білесіздер ма? И новыйдың да құнын түсіріп тастай салды кәдімгідей. Мыналардың бағасын бұрын 30-35 миллионға ойнап жүретін мыналар 2024-ші. Қазір мынаның бағасы бар ғой. Қазір басылып тұрған бағасы 15 миллион теңге, не бәрі. 20 миллионға дейін алып алуға 2023 жылғы люксери комплектация, лакшери комплектация былай айтқанда. Бір крило, есігінен повреждение ғана болған, 360 камерасымен машина бар ғой, дерзкий енді бұл эскалайттар, білесіздер. Қазір бұның да бағасын түсірді. Бұнда эскалайттар көбісі ала бермейді. Алтта 2 объем, бұяқта бензин қымбат ағайын, сразу айтайын. Бұяқта бензин қымбат, сол үшін мына машина көбісі ала бермейді. Только шейхтар кеп бір алып қалмаса, енді онда шейхтарға да керек емес, ол шейхтар чисто базардан алады. Ал мынандай машина енді құдай қаласа бізге выгодно шығады. 70-80-90 миллион теңге тұрады 2023-те Қазақстанда. Примерно енді комплектациясына қарап, ал мына лонг версиясы, еще самый полный комплектация, лакшери комплектация білесіздер. Дәл осы автокөлік ағайын қазір небәрі 15 миллион теңгеден басталып тұр. Қараңыздаршы ағайын. Дерзкий ма? Қолдан жіберіп алмаңыздар. Осындай варианттарды алып қалсаңыздар şimdi.